Отырам общий залда бір уақытта қолыма бір жөткеп записка берді. Оқысам, сіз президиумға барыңыз. Тер кетті. Басым ауырып тұрды. Ой, ауырғанда енді сұрамын оны айтып. Ұйқы жоқ, түнде отырдық қой езіп. Енді ана Қонаевтың қандай сабырлық екенін мен түсініп тұр ғой. Bir жағында Кәмшат Дөненбаева отырды. Білесің бе? Ана Қостанайская, да? Қостанай. Мен терін сүртіп ақырын тура залғы алдымда тұр. Сонда айтқаны ғой. Ақырын ғана. Шыда енді бір 15 минуттан кейін шығамыз дейді. Қонаев. Мақұл. Сондай спокойный екен ғой өзі. Міне, орнықты. Міне. Мен сол кісіге баға беремін. Өзі түгі жоқ, өзі жабай халық сияқты тұрған адам, неме. Сондай анау келген бетте 19 облыс сонда 84 жылы, 14 март. Построение алдымдан генерал келіп тоқтап, артынан өзі машина тоқтады, Қонаевтың кербесін ашып түсіріп алды генерал. Генерал бірге жүріп, генерал айтты, сен қала бер деді. Назарбаев олай жүруші ме еді? Бүкіл построениенің 19 облыстың бәрін аралап, амандасып шықты. Міне, маған сөз жүрі ұнады ғой шықына. Халықтың ортасында жүрді. Назарбаев халықтың ортасында кірмеді ғой, қашып жүрді ғой. Міне.